Елімізде баспаналы болғысы келетін әр отбасы биыл тұрғын үйдің бағасы қалай өзгеретінін білгісі келері сөзсіз. Ендеше айталық. Өткен жылы инвестициялар және даму министрлігі 2018 жылы баспана бағасы өспейді деп мәлімдеген болатын. Вице-министр Роман Склярдың айтуынша, мемлекет тұрғын үй құрылысын тұрақты түрде қаржыландырып отырғандықтан жылжымайтын мүліктің қымбаттауына жол берілмейді деді. Айта кетейік, 2018 жылы 10 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады деп жоспарлануда. Өңірлердегі пәтерлердің шаршы метрі 140 мың теңге. Бұл несиеге берілетін үйлер. Олар кейін тұрғын үй құрылыс жинағының жүйесі арқылы сатылымға шығарылады. Ал Астана, Алматы, Атырау және Ақтау қалаларында пәтердің бір шаршы метрі 180 мың теңге. Нұрлы жер бағдарламасы 15 жылға есептелген. Сондықтан осы уақыт аралығында біз 1,5 миллион тұрғын үй салуымыз қажет. Тұрғын үй нарығындағы бағаны бірнеше жыл бойы тұрақты ұстап тұруға мүмкіндік туды. Бір шаршы метрдің бағасы жеке үйлер мен пәтерлерге белгіленген. Алдағы уақытта біз бағалар өседі деп болжап отырған жоқпыз. Құрылыс материалдары жергілікті. Сондықтан баға тұрақты. Осы орайда біз жаңа тұрғын үй құрылысы нарығында бағаның өсуіне себеп болатын алғышарттарды көріп тұрған жоқпыз. Өткен жылы тұрғын үйді сатып сатуға қатысты жасалған келісімнің саны 3 есе өскен. Бұрынғы асыра бағаланған тұрғын үйлер арзандап, жаңа салынған үйлердің құны еш өзгеріссіз қалған. Биыл да осы қалып сақталмақ. Негізі тұрғын үйді сатып сату бойынша Астана шаһары көш бастап тұр. Өткен жылы 32.491 келісім жасалған екен. Одан кейінгі орында Алматы қаласы тұр. Келісім саны 3.152-ге жеткен. Үшінші орында Қарағанды облысы. Бұл өңірде жасалған келісім шарт 23.120 екен. Соңғы орындарға Атырау және Қызылорда облыстары орналасқан. Бұл өңірлерде 4502 және 4668 рәсім жасалған. Сарапшылар да пәтер бағасы өзгермейді деген пікірде. Жаңа баспана бағасы былтырғы жылмен салыстырғанда 1,7%-ға, ал қайталама баспана шамамен 2,3%-ға төмендеді деп отыр. Сатып алушылардың басым көпшілігі жаңа үйден немесе қайталама жылжымайтын мүліктен алса да, көлемі шағын пәтерлерді таңдайды екен. Жаңа баспананың бағасы өз бағасын сақтап қалады. Құрылыс салушылар уақытша акция жариялауы мүмкін. Екінші нарықта баспана бағасы төмендейді. Бұл бағасы тым артық бағаланған жылжымайтын мүлікке қатысты әңгіме. Қазір жасалып жатқан келісімдерге қарап, не бір өсу, не төмендеуге қатысты нақты тенденцияның бар екенін айта алмайсың. Баға күрт өзгереді деген болжам жоқ. Тұрғын үйдің бағасынан бөлек 2018 жылы Астанада апатты жағдайдағы 100-ден астам үй сүрілмек. Олардың орнына қала билігі жаңа баспананың 600 мың шаршы метрін салуды жоспарлап отыр. Өткен жылы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша көп пәтерлі 228 көне үй сүріліп, 7,5 мыңнан астам пәтер салынған болатын. Ал биыл 150 көне үй бұзылып, 8 мыңнан астам пәтер пайдалануға беріледі. Астана қаласының тұрғын үй басқармасының мәліметтеріне сәйкес 2013-2016 жылдарының аралығында Елордада апатты жағдайдағы 117 үй сүріліп, 1570 отбасы көшірілген болатын.